надоелмыш. Надан келді уже. Өлсе де бармаймын дейді сізге. Топырақ салатын адам болмайды дейді. Өте өкінішті, әрине 3 жыл өсіріп. Енді бәрі надоело уже. Өлсе де бармай жақпын мен. Надоелмыш. Надан келді уже. Өлсе де бармаймын дейді сізге. Топырақ салатын адам болмайды дейді. Өте өкінішті, әрине 3 жыл өсіріп осындай болғаны. Бірақ дәл қазір сізде мүмкіндік бар, яғни сіз анаңыздан бас тартуыңызға болады қағазбен. Қағазбен жазып, сосын ары қарата анаңызды мемлекеттің бақылауында болады. Баяғы айта салам, бас тартамын анамнан. Бұндай ананың керегі жоқ. Шын айтамын. Не десе о десін ел жұрт. Не қыламын мен? Шықлау керек әркімді. Осы баланы өзіңіз тудыңыз ба? Енді Кезінде. өзім тудым, өзім асадым. Иә, айтып отырмын енді жаңағы не ғой. Қазір енді сізге балаңыздың мейлі ол сізден бас тартып отыр. Ал сізде балаңызға деген бір мейірімділік қалған жоқ па? Қиясыз ба балаңызды? Иә, кете берсін. Менің балам жоқ ондай. Шерген жұмыртқа. Айтқаным сол. Не Онда ары қарата бізде де сөз жоқ. кереміз. Не қыламын келгенмен ертең және ұрысқа байды ғой дырылдатып. Оған еш өкінбейсіз. Жоқ, Қуана қол қоясыз ба? қуанып 3-4 рет қойып беремін. Мен не істеймін? Мен бездіріп надан келдір. Надоело уже. Неке мұхитты тыңдадық. Енді әдетте көңілім қалды достанда дұшпаннан дейді, бірақ анасынан көңілім қалды дегенді өзіміз бірінші рет естіп тұрмыз. Барын айтты, ойын айтты, еркін бас тартатын, қуана бас тартатын таратты. Арада біздің Қалдыбике апамыздың хал жайы қалай болады? Бұл мәселе дау-дамай шешіле ме? Бірге көресіздер.